Қазір қыз бен жігіт айтысы екінші кезек. Қостанайдан Әсия Беркенова, Наурызым ауданынан мұғалім, Оралдан Александр Қауанов, Қаратөбе ауданынан. Орындаған жоқ қой? Орындаған. Шартараптау шақырады, армысыз астаналық үлкен қауым, тағы да келіп қалдық ау сахнауың. Ақынмын жалындаған жыр күшінде, бәйгенді бермей жүрген бір кісіге кездесіп сахнадан сәлем берем, Ақбаян ару жібектің ау сіңлесіне. Құшағы айқарашық досқа дайын, алдымда сән салтанат тостағайын, отанға миллионда бән беретін, аманда қос орден дау Қостанайын. Болатын еңбегі жыр, табысыран қалқыма жүрегімнен тағысыным, суырып сұлу өлең алып келдім, толқынды әқ жайықтың ағысынай. Қалдырған кейінгіге шапағатын, жақсының жақсылығын атар ақын, Әсие әлдилеген елден келдім, қыз жібек төлегеннің махаббаты. Өнермен өлең үшін жаралғансың, Әсия замандасым қаламдасым, алдымда қошамет жыл көп халқымның, кетейін тағда бір сәлемдасым. Жаныма жақсы істердің жақын бәрі, төзбейді кемшілік ау ақын жаны, өзіңе кезек берем Әсия жан, тұлпарын шабытыңның шақырғаны.
ойнауын жеңге. Кіршіксіз шындық менің айтар сөзім, тыңдауға тек ақыным екпін көзім. Bir жамбы іздеп мені келе алмадым, шақырттым айды суға сені өзім. Қайтейін өнеріңнің төкпелігін, әлек-ау әйгілі ғой көктемнің. Айтысқа екі айтқызып зорға шықтың, осындай кер тартпаңа өкпелігін. Елімнің аялаған мен бір гүлі, оралдың сайрап ұшқан сен бұлы. Мен күншіл жан емеспін, көре алмайтын сендей-ақ болсын деймін оу. Елімнің топқа қосқан жүйрігімін, сайратқан сан жиында бұлбұлымын. Ақшолпан болса сенің жырда бірің, Мәриямдай апа көрген ау үлгілі. Саңқылдап тұрған дүні домбыраның, демеймін сыр айтыста болдырамын. Болсаң да қыран бүркіт қалықтаған, жырыммен тұғырыңа қондырамын. Ғафу ет әлеп таздап бұзғануды, білмейтін жайсаңдармыз қызғануды. Өзің жоқ екі қартың кеп тұрған соң, жіберді кілестіріп ау қыздарымды. Кездесіп сахнадан көрдім міне, ұсындым сыйлаған соң төрді міне. Көрсетсем мәрттік мінез, астақ мінез, ұрпаққа сіңген бабам көлігі деген. Жүйткей тұс жүйрік болсаң дула жаным, ілдірмес мен дөдің дейміз балағың. Жайсаңдар уәкіліммін жігіт деген, қашанда жолын сыйлайтын қыз балағың. Бір шумақ келіп отырау қайымына, қандай уәж қайтарасың айыбына. Әсия сәлем беріп кет алмадың, апаңыз ару жібек жайығына. Біресің атақта қынжырындының, әйтсе түсініксіз сырың бүгін. Әсия ұмыттың ба әқ жайыққа, келін боп бетіңді ашқан шымылдығы. Қолыңа домбыралы бұлғақтайсың, шүйлігіп сұрақ қойсам тіл қатпайсың. Ойыңа осындайда ұйқас түспей, ақыным сынақтайын ол сырғатайсың. Отырсың сыра сөзден сасайын деп, қайсақтап тура сөзден қашайын деп. Bir жандай жиен қылды сарақ айтқан, бетіме күйеуімді басайын. Олаған жиен қылдай емес түкір, сұңғақты кең иықты жігіт шүкір. Қиғашсыз қырмырымды, қияқ қасты көргенде көзің тиер ау сірә түкір. Ақ жайық келім болған жерім еді, ағайым орта құске көнеді. Болған соң шаңырақтың мен жалғызы шынымен басым сыйлап келеді.
аунап ұнап қайтамыз. Асқақтап сөз сөйлейсің көңілің болмай, ер жігіт болмаушы ме көңіл ордай. Менімен айтысқанда жігіттердің еліне оралатын жолы болмай. Жігітім сөйлегенде биік бола, келгенде тура сөзге тұйық бола. Тот басқан жырларыңды жаңғыртам деп кетпесең жарар еді-ау сүйіп бола. Жанбарма шындарыңды танымаған, неге сен бәпірейсің жанмаған? Атақты шолпан ақын өнерінің тамшысы қалай саған дарымаған? Қолымды байлап отыр нәзіктігім, қатты айтсам әрине мен жазықтымын. Қыздардың кейбір айтсаң қылықтарын, берсің ау аяқ асты қазыптымын. Сөздерің арнамыспен ұяттыңдай, мақтаудың қайсына да сиятындай. Келінін әқ жайықтың әқ екеміз, төркінде қалдырды не қыля бұрмай. Тапсырдық шалбар бөрік сыртымызды, қыз деген сыйлаған соң жұртыңызды. Әсия құрбыларыңа ескерте жүр, бір күні қаламасын мұртымыздың. Еңбектің атқаратын өніктісің, өзіңде азаматпен көріктісің. Мұқатып мені сөзден жықамын деп, намысын жырта бермеу көріктің. Апалар ғашық болып құлап, апалар ғашық болған құлап сүйіп, өйткені оларға тән тұрақтылық. Ал кейбір құрбыларың махаббатты қойып жүр шешілмейтін ау сұрақылы. Сын жақсы айтылса егер өзекпенен, жауабын қайтарыстақ кезекпенен. Келесі айтысқанда ескерерсің, Әсия тақ өзің ау кезек берер. Қазақ елі ата мекен шарт емес туған жердің ау қайда екен. Сыйлаймын мен өзіңді дарынды деп, тіліңе тиек еттің жарымды деп. Кірісіп жеке бастың жағдайына алмашы арзандатып ау арымды. Қарсыласты жақтау керек. Советтік жаңа заман ақынымыз, сондықтан этиканы да сақтау керек. Жыр тамып тұрмаған соң таңдайымнан, жүргенің жөн ақ еді-ау шалғайымнан. Кезеңді маған бүгіп барғаннан соң, шолпанда сыймай қоймас ол маңдайымнан.
болашаққа әкелетін жаңадың күн шуағы жаз мейрау тараған қалай ғана қыздар жайын кінәлі ой өзім де сол жаралдым ғой аңадың мұқалмасам көнердегі қаламың ақын қыды астықты кең даланың мен келгенде інісі болып бір жанның қарсы алғайсың сіңлісі болып сараның айтысқан мен ал өмірге дос болып кездесейік аман сау болып көшкөлік өнер сүйгіш жастан алығы қалдым ау ілтипатпен сақинадан қош келіп